құрметті ағайын, Орал өңірі газетінің апталық шолуына назар аударыңыздар. Басылымның 26 наурыздағы санында сараптама айдарымен журналист Гүлбаршын Әжігірееваның «Экономиканың қан қысымы қалыпты ма» атты мақаласы жарияланды. Мақалада облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы ұсынған мәліметтер келтіріліп, өңірдегі өндіріс жайында сөз қозғалған. 6 бетте жас тілші Камила Омарованың «Жастар неге шетелге кеткісі келеді» атты материалы жарияланды. Материалдан жастардың аталмыш сұрақ төңірегінде айтқан пікірлері мен олардың шетелге кету себептерін оқи аласыздар. Ауыл аймақ айдарымен тілші Ясипа Рабаеваның «Трекинге бауыр басқан Африканың тумасы» атты мақаласы жарық көрді. Мақала Ақбота шаруа қожалығы өсіретін түйе құстарды күтіп баптау туралы. Газетіміздің 36 санында журналист Нұртай Текебаевтың «Дер нәсілдерді улау дер кезінде жүргізілуі тиіс» атты мақаласы жарияланды. Мақала шыбын-шіркейге қарсы күрес мәселесі талқыланған облыс әкімі аппаратының кеңесінен жазылған. Аманат партиясы Батыс Қазақстан облыстық филиалының шалғай елді мекендерге мобильді қабылдауы Жаңақала ауданына қарасты Көкжасар ауылында жалғасын тапты. Бұл туралы бас редакторының орынбасары Алтынбек Серікқалиұлының «Ауылда мәселе аз емес» мақаласынан біле аласыздар. Халық пен билік айдарымен журналист Ясипа Рабаеваның сұрақ-жауап сипатындағы есеп атты материалы жарыққа шықты. Материалда облыс әкімі Ғали Есқалиевтің Тасқала ауданының халқымен кездесуі барысында айтылған мәселелер қамтылған. Үнпарағымыздың 31 наурыздағы санында журналист Гүлжамал Жолдығалидың «Колледждерді қамқорлыққа алудың ұтымды тұстары қандай» атты материал жарияланды. Материал облыс әкімдігінде өткен техникалық және кәсіптік білім беру мәселелері жөніндегі кеңес туралы. Осы саннан білім саласындағы түйткілді мәселелерді қамтыған үзіліс арнайы бетінің қоғамдық редакторы Дариға Мұштанованың «Тырп етпесең орнынан кім ереді соңынан» атты мақаласында оқи аласыздар. 9 бетте оқырман назарына 2022 жылғы Рамазан айындағы Орал қаласына арналған ораза және намаз кестесі ұсынылды. 2 сәуір Рамазан айының 1 күні 27-нен 28-не қараған түн Қадір түні. Орал өңірінің әр санын асыға күтіңіздер. Газет сіздерді өңірдің әдеби-мәдени өмірі, тыныс-тіршілігі, облыстың әлеуметтік экономикалық хәл-ахуалын жақсарту бағытында жасалып жатқан жұмыстар туралы үнемі хабардар етеді.